Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сырдың сұлу өзені, екінші сабағы. Сабақтың мақсаты жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу. Сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану. Өткен сабағымызда сіздермен мына жаңа сөздермен танысқан болатынбыз. Тағы бір қайталап шығайық. Әлдилеу, ел анасы, құшақ, жасару, ақшаш түспеу, қол жетпеу, қайрат, тең болу. Балалар, алдыңғы сабақта біз сіздермен мына өлең жолын оқып, тыңдап, түсінген болатынбыз. Енді тапсырмаларды осы өлең бойынша орындаймыз. Сондықтан тағы бір өлеңді қайталап оқып шығайық қанекей. Жазылым 6-шы тапсырма. Кім қай өзен туралы жырлады? Мәтінді пайдаланып, сәйкестендірейік. Сәйкестендірген сөзімізден сөйлем құраймыз. Әбділда Тәжібаев, Сырдария. Әбділда Тәжібаев Сырдария туралы өлең жазды. Ал балалар, қалған сөздерді сәйкестендіріп, сөйлем құрайық. Айтылым 8-ші тапсырма. Қате жазылған сөздерді тап, себебін дәлелдеп түсіндір. Үлгі ретінде бір үзіндіні талдап, дәлелдеп түсіндіріп көрейін. Сенсің мені әлдилеген, туған сенен мен балаңыз. Бұл жерде балалар қате сөз бар. Ол балаңыз деген сөз. Сондықтан мен оны қызылмен белгілеп қойдым. Дұрысы балаң болады. Ендігі тапсырманың дескрипторы. Қате жазылған сөздерді табады, себебін дәлелдеп түсіндіреді. Ал орындауға кірісейік. Тағы қандай қате жазылған сөздер бар екен? 9-шы тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Бұны жазбаша орындаймыз балалар. Қажетті сөздер тапсырманың соңында берілген. Өлеңмен салыстыра отырып, көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қояйық. Үлгі ретінде бір сөйлемді көрсетейік. Қарт Днепр ескі достың. Бұл жердегі балалар ескі деген сөз көп нүктенің орнына келеді екен. Дескрипторы көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қояды, қатесіз сауатты жазады. Ал балалар, уақытымызды тиімді пайдаландық. Назарларыңызға рахмет. Үйде 7-ші тапсырманы орындаймыз. Берілген сөздердің антонимін айтып, сөйлем құраймыз. Қарт, сұлу, қадірлі, ақ, ескі деген сөздерді қолдана отырып сөйлемін құрайсыздар. Және осы сөздердің антонимін табасыздар. Ал енді балалар, қалған уақытымызды онлайн мектеп платформасына кіріп, тапсырмалармен жұмыс жасаймыз.